Бүгінгі роликте ленталы бетоннан құйылған фундаменттерді бұзудың ең оңай әдістерінің бірін көрсетемін. Бұл әдіс арқылы фундаменттерді, бетондарды бұзу үшін қымбат болған бетон бұзғыш аспаптардың да керегі жоқ. Және ондай бетон бұзғыш аспаптарды қолданғаннан да оңай әрі тез бұзу әдісін көрсететін боламын. Ең бірінші біз осы фундаментіміздің, ленталы фундаментіміздің ұшын, басы болса, осы басын осылай оямыз. Егер басы болмаса, онда фундаментіміздің кез келген жерінен үземіз, белін үземіз дағыны, сол үзілген жердің астын осылай кеулейміз. Кеулейміз дағыны осы гидравликалық домкратты астына қойып көтереміз. Менің жағдайымда бұл 5 тонналық домкрат. Егер сіздің фундаменттеріңіз бұдан да қалың, ауыр болатын болса, онда 10 тонналық, 15-20 тонналық домкраттарды қолдансаңыздар болады. Мінекей, көтердім, фундамент көтерілді, мінекей, фундамент көтеріліп тұр. Жерден көтеріп алды. Бұл жер шамамен міне қанша жер бір 10-15 сантиметрдей қазылып құйылған фундамент қой. Бәрі мүжіліп, тозып бара жатыр. Сол себепті ұзындығы бір 60-70 метрдей осы фундаменттің бәрін бұзып алып тастап, басынан құю керек болып тұр. Сол себепті осындай әдіспен бұзып жатырмыз. Фундаментті көтерген кезде астынан домкратпен міне шамамен 2 метрдей жерден өзі сынды. Қай жер әлсіз, сол жерден сынады. Кейде 2,5 метрден сынуы мүмкін, кейде 3 метрден сынуы мүмкін. Әр кезде әр түрлі. Мінекей, ендігі мәселе біз астынан енді шынжырды өткіздік. Мінекей, асты көтерілді ғой. Шынжырды өткіземіз дағыны. Осы шынжырға біз жаңағы тракторға немесе ауыр жүк машиналарына жалғаймыз дағыны. Осы сынған фундаменттерді біз сүйреп шығара береміз. Сүйреп шарт тастаймыз. Міне осылай. Келесі кезде міне осы сынған жерді астын кеулейміз дағыны, тағы да домкратпен көтереміз. Ол да бір әлсіз жерінен сынады деген сияқты. Солай 2 метрден, 3 метрден сындырып шарт басай саламыз. Ал енді менің жағдайымда қарап тұрсыздар, бау, бұяқа мен ауыр техника кіргізе алмайым, тракторда, КамАЗда сүйрейтін. Мен бұларды қазір көтеремін. Мына қазір шынжыры өткізіп қойдым. Ары қарай лебедка арқылы мен бұны тағы да биігірек көтеремді. Астына жаңағы ағаштарды, томарларды қойып, арбама сиятындай, осы мына 2 метр болып сынды ғой. Осының ортасынан мен бөлем. Көтеріп қойып бөлсеңіздер, бұл жерде жатқаннан жерде жатқан кездегі бөлгеннен көрі оңай бөлінеді екен. Мына фундаменттің бір басын көтеріп қойып, ортасынан бөлсеңізде, қай жерінен бөлсеңізде бұл оңай сынады екен. Мінекей. Мен осылай өзіме керекті ұзындықты сол жерден бөліп, арбама салып, жайлап шығарып жатырмын. Мінекей, құрметті жақсылар. Бұл ролик сіз сияқты басқа адамдарға да пайдасы тию мақсатында роликтің астына пікір жазыңыздар, лайк басыңыздар. Сол кезде YouTube'тың алгоритмі бұл ролик пайдалы екен деп жоғары қарай басқа адамдарға да көп ұсынатын болады. Астына сіздер қалай бұзасыздар, оны жазып кетіңіздер, бөлсіңіздер. Жалпы бүгінгі ролик осымен аяқталды. Келесі жолыққанша аман сау болыңыздар. Мінекей, фундаментімізді осылай көтеріп, бас жағына жуан ағаштарды қоямыз. Сөйтеміз аны. Маған енді 1 метр жерден сындырып, арбаға салып шығарам ғой. Сондықтан міне мынандай қысқа лом, үлкен балға қалаған жеріңізден дәл өйстіп көтеріліп тұрған кезде оңай сынады.
оңай сынады. Сындырып арбаға салып, сынықтарын мынандай лебеткемен көтеріп, арбаға салып шығарып жатырмыз. Мінекей.